Сәлем достар, сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі тема фикус гүлі, яғни проблема болып тұрған фикус эластиканы қалай емдейміз. Маған осында үлкен фикус гүлдері келген болатын. Сіздерге оны мен 2,5 метрлік фикус бенджамин гүлін қалай құтқару кезінде сіздерге осыны емдеп көрсетеміз деп айтқан болатынмын. Содан бері 1 ай өтті. 1 ай уақытта құмырасынан босатып, тамырларын жағдайын көріп, қазірге бұйырыпты осы гүлді емдеу. Енді қараңыздар, бұл гүлді отырғызу барысын және отырғызғанға дейінгі жағдайы, оны қалай емдейтінімізді сіздерге мен видеода айтып өткен болатынмын. Осыдан бірнеше ай бұрын, 1 ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба, сол видеоға қазір мен мына жерге картинкасы мен ссылкасын қалдырып өтем. Видеоның описаниясына астына қалдырып өтем. Сол жақтан тапельникпен кіріп көрсеңіздер болады. Олай кіре алмасаңыздар, каналыма осы картинка арқылы көріп кірсеңіздер болады. Енді ең алдымен сіздерге томырағынан босатып көрсетпеуді шештім. Себебі ол өте үлкен уақыт алады. Сіздердің алтын уақыттарыңызды алмайын деп. Гүлдеріңіз осындай тамырмен болса, тамырды қалай қиямыз және қанша сантиметрде қалдыру керек. Жалпы фикус гүлінің тамырлары осындай болады. Фикус черный принц, фикус эластика, фикус каучконосныйдың барлығының тамыры осындай болады және олар осындай талдап өседі. Енді бұлардың бұтақтары қай жері солып тұр, қай жерінен кесу керек, тамырын қалай толықтай кесу керек және оны отырғызған кезде алып кете ме, алып кетпей ме, қазір қыстың алғашқы айы. Соның барлығын көрсететін болам. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Фикус бұтағын қазір бөлек көрсетеміз сіздерге. Бұл гүлдердің тамыры осылайынан үлкен болып өседі. Одан кейін осындай қылқанды болып та өседі. Енді мына жердегі тұрған сіздерге аппақ сор, бұл хлор суымен краннан тұндырылмаған су құйғанның белгісі. Хлор кәдімгідей осындай аппақ болады. Осы талғаға келіп бекіді. Бұл өте үлкен қателік. Неге десеңіздер, бұл жер қатты терең отырғызып қойған. Біріншіден, екіншіден, мына тамырларының барлығы хлор сумен су ішіп дұрыс өсе алмаған. Сосын үшіншіден, қараңыздар, мынандай үлкен тамыры, ұзын 60 сантиметрдей осындай тамыр. Бұның еш қажеті жоқ. Бұл әр қарай да өсіп кете береді. Осындай ең үлкен тамыры болса, алдымен осылай ұзындығы тамырдың ұшы міне 20 сантиметр болса жетеді. Осыдан алдын сіздерге фикус осыны тереңдетіп отырғызбаймыз дедік қой. Қазір мына жерден бастап мына үлкен тамырын ғана жауып отырғызамыз ғой, міне мына жерден. Сол кезде мына бізге тамырлар кедергі келтіретін болады. Осындай тамырларды алып шетінен қиып тастаңыз. Ол тамырдың жансыз екенін міне тамырды қиған кезде мына жерден сок бөлініп жатқан жоқ, осыдан ақ білуге болады. Міне осылай қиямыз, барлығын тазартамыз. Өйткені бұл гүлге жеңіл болу үшін, бұл гүл стрессті жақсы қабылдап кету үшін ары қарай көктемде және қазіргі уақытта жаңадан жапырақтар шығару үшін жасалатын жағдай. Бұдан қорықпаңыздар. Және де ең ұзыны міне осындай 20 сантиметрлік қана болу керек. Одан ұзын болып гүлдің өсуіне, адаптация жасауына, яғни бейімделуіне кедергі келтіретін болады. Сондықтан 20 сантиметрін қалдырып, қалған ұшын барлығын осылайынан қиып тастайсыздар. Болды. Ешқандай обал болады, өспей қалады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл гүл өзін жақсы сезініп алып кететін болады. Егер ары қарай күтімін жақсы жасасаңыздар. Енді бұл бір бұтақ қой. Енді ар жағында осындай бұтақтар болса, міне не рабочий деп жатады ғой, міне өліп қалған. Оны білетініміз мынандай солыңқырап, мына жапырақ өсетін точкасы, точка росты совсем солып тұрады. Міне қараңыздар. Осылайынан. Соны аласыздар да, міне түбіне қатты қиып тастайсыздар. Міне сок сүт бөлініп жатқан жоқ. Осындықта осындай пенектар қалдырып, барлық осындай жұмыс істемей тұрған, кедергі келтіріп тұрған, осындай өспейді деген солып қалған қатты осындай бұтақтарының барлығын алып қиямыз. Міне, даже мына үлкен бұтағының өзін қисам да сүт бөлінбей тұр. Және де мынандай пенектар, егер бұл бос болып тұратын болса, қатты босап, бұны да осылайынан түбіне қиып тастайсыздар. Міне сок бөлініп жатқан жоқ. Бұл ары қарай ешқандай пайда алып келмейді гүлге.
Одан кейін мынандай болады. Жасыл, бірақ осындай әжім түскен. Және мынандай жапырақтар түскісі келмейтін тұстары да болады. Бұларды ұшынан қатты жеріне дейін босап тұрған жерінен алып осылай қиып тастайсыздар. Ешқандай сок бөлініп жатқан жоқ қатты. Міне пенектен көрсеңіздер, негізі сау фикус гүлінде сок өте қатты төгілу керек. Және де мына жағы да осындай солып қалған қатты. Оның мына жақтарының барлығы босап қалған, жаңадан шығып келатқан. Соны алып біз осы жерінен еш ойланбастан гүлімізді алып қиясыздар. Себебі мына жерден қидық қой, міне. Ешқандай сок бөлініп тұрған жоқ. Өлі ткань ғой бұл, өліп қалған клетка. Соның мына асты жағына қарай жапырақтар шығару үшін жасалынатын метод. Және жапырақтар шығады деген пенектардың барлығын осылайынан қиып тастайсыздар. Әрине көбісі менен осындай практика жасаған жұмыстарыңыздың нәтижесін көрсетіңізші. Көбісі салады да оның нәтижесін көрсетпей жатады. Біз шынымен осылай жасап гүлімізді құртып алмаймыз ба деп сұрап жатады көрермендер. Әрине салып тұрам нәтижесін. Міне осындай солып қалған барлық бұтақтарының барлығын ешқандай қиналмастан, аямастан барлығын қиып тастаймыз. Неге? Себебі бұлар өліп қалған. Міне қараңыздар. Барлығы өліп қалған, ешқандай сок бөлініп жатқан жоқ. Ешқандай пайда жоқ деп айтсам болады. Мына ұшының барлығы өліп қалған. Енді осындай қатты жеріне дейін алып, бұны да қиып қысқартып тастаймыз. Міне қараңыздар, ешқандай сок жоқ, бірақ та әлсін бөлінген бар. Яғни бойында жаны бар деген сөз. Бұны осылайынан, міне қараңыздар, ұзындығы осылай мына жергеден 20 см, бұлай 20 см, басығасы 40 см болып қалды. Осыны ары қарай көретін боламыз. Ештеңемен обработка жасамаймыз, ештеңе жақпаймыз. Тамырын 20 см-ге дейін қысқарттық. Міне болды, біреусі дайын. Шама отход шығып жатыр. Енді екіншісінде тура солай. Бұл даже 80 см-ге дейін барады тамыры. Міне бұл кішкене екіншісіне қарағанда жаны бар. Міне осы тек осындай ұшы бар. Тек осындай ұштарын ғана қиямыз. Бұда өте үміт көп, себебі мынандай пенектар бар. Жаңадан жапырақ шығаратын. Осы пенектардан жаңа жапырақ шығарып қалады деген үмітпен гүлді қиып, жағдайын жақсартып, жағдайын жасап, ары қарай өсіп кетуіне, бейімделуіне жағдай жасаймыз. Бұндай ұзын тамырдың гүлге ешқандай пайдасы жоқ, осыны біліңіздер. Осылай қысқарттық 20 см-ге дейін. Ұзынның үстіне міне сүт бөлініп жатқан жоқ. Бұл енді топырағыңыздың құнарлығына байланысты ары қарай алып кетеді. Ештеңемен обработка жасаудың қажеті жоқ, яғни ештеңе жағудың қажеті жоқ. Осылайынан алып отырғызамыз. Отырғызу барысын алдағы салып кеткен фикус гүлін құтқарудағы 2 метрлік маған жеткен заказбен фикус гүлінде көрсеткен болатынмын. Отырғызу барысын сіздерге уақыттарыңызды алып көрсетпей қояйын. Баршаңызға қиюын және қай жері жансыз, қай жері жанды екенін көрсету үшін осы видеоны түсірдім. Келесі видеода кезіккенше қош сау саламатта болыңыздар және осы фикустың нәтижесін менен күтіңіздер.